Сәлем достар, мен есімім Шкүнәрімбай, Қытаймен бизнес тренер. Бүгін сіздерге керекті, бізге пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін көріп шығыңыздар. Кәсібін дамытқысы келетін, яғни өз табысын еселегісі келетін, үйде отырып интернет арқылы ақша табатын кісілерге арналған видео. Қазіргі уақытта бүкіл әлем Қытаймен қалай жұмыс жасап жатыр. Тікелей фабрикадан, зауыттан алдырған біз үшін қаншалықты тиімді. Нарық бағасымен салыстырғанда 3-4 есе арзан болады. Яғни кез келген тауарды алдыруға мүмкіндіктері бар. Жақсы, қандай сайттармен жұмыс жасау керек? Яғни 90% зауыттар тіркелген 1688 сайт, жеңіл сайт, демо сайт, тағы басқа сайттармен жұмыс жасауға болады. Бүгін сіздерге осы видеода айтылатын сабақ 1688 сайтына байланысты. Сізге 100% пайдасын беретін болады. Видеоның соңына дейін қараңыз. Жақсы, ары қарай кеттік. Біз бірінші Google Chrome'мен кіреміз. Әрине бір 1688-дің телефон программасы және сайтпен, ноутбукпен көрсеңіздер де болады. Алғашқы бастап жатқан адамдарға ноутбукпен пайдалануды мен өзім ұсынамын. Өйткені Google Chrome'мен кіргенде сайт тілін өзіміздің түсінікті тілге ауыстыруға болады. Жақсы, ары қарай кеттік. 1688-ге қалай кіреміз? Яғни 3W басасыздар, ешқандай қиындық жоқ. Ағылшынша жазуға тура келеді. 3W.1688.com. Сіздерге практика жүзінде осылай айтып кетейін, ары қарай сіздер өздеріңіз ізденіп, ары қарай көресіздер. 1688-дің басты беті, қарап отырсаңыздар, міне 1688-дің басты беті ең керекті деген ақпараттарды береді бұл жерде. Бұл жерде шетелге бағытталған және де фабрикаларға, станоктерге арналған тауарлар болсын, барлығы осы жерде көрсетіледі. Енді сіздерге айтатын тауардың іздеудің 3 жолы бар. Бірінші, тауардың атауымен іздеу, екінші, фотосымен іздеу, үшінші, сайт бетін іздеу. Пока үшіншісін енді біраз үйренгеннен кейін оны қолдансаңыздар болады. Көптеген кісілер фотомен іздеу, яғни өзіңіздің сатып жатқан және де сатып алып қолданып жатқан интернетте қызығып жатқан тауарларыңыздың фотосын телефонға болмаса ноутбукқа сақтау арқылы сайттағы зауыт бағасын көре аласыз. Сіздерге мысал ретінде қазір жасап кетейін, яғни камераны басасыздар. Камераны басасыздар, одан ары қарай тауарды іздейміз. Яғни ноутбуктың ішіне сақтап қойған кез келген бір тауарды аласыздар, ары қарай іздеуге болады. Мысалға бізде күте тұрайық біраз. Мына тауар болу керек. Шөткілер. Қазір іздеп жатыр, қарап отырсаңыздар міне. Бізге, яғни осы тауардағы зауыттағы сатып жатқан зауыттың бағасы көрінетін болады. Сату кезде болсын, кез келген инстаграмдағы тауарларды осылай іздеп тауып, шын бағасын білуге болады. Қарап отырсаңыздар, осы тауардың, яғни неше түрлері бар, бұл жерде сапалы, орташа, нашар сияқты. Сондықтан сапалы және сенімді зауытпен жұмыс жасау керек. Ары қарай және де басты бетіне өтейік, ары қарай таныстырып кетсем. Бұл енді тауардың фотомен іздеу жолы. Екінші, яғни тауардың атауымен іздеу. Атауымен іздегенде көбінесе қытайша атауымен іздеу керек болады. Сондықтан Google переводчик бізге көмектеседі. Әрине Google переводчиктің біздің өзіміздің кез келген сол жағына өзіңіз орысша тауардың атауын жазасыз. Сумка, балалар киімі, анау мынау бәрін жазсаңыз болады. Мысалға сумка деп жаздық, оң жағына қытайша атауы шықты. Осыны копировать етесіздер, және де сайттың басты бетіне өтіп,
мына жерге осы тауардың атауын қоясыздар. Ары қарай поискты басып іздейсіздер. Бізге осы, яғни біз қазір сумка іздедік. Сумка іздеп, бізге сумкаға байланысты тауарлар шығады. Қарап отырсаңыздар, 2.064.107 тауар түрлері өте көп. Бізге жетпеген тауарлар жетеді. 99% тауар әлі Қазақстанға келген жоқ. Сондықтан сіз бұны Қытай мен онлайн бизнесті үйреніп алсаңыз, яғни сіздің бәсекелесіңіз азаяды және де табысты жылдам тез табуға мүмкіндік жаратылады. Қарап отырсаңыздар, міне тауарлар өте көп. Бұны енді бәрін ыңғайлап көріп шықсаңыздар болады. қарап отырсаңыздар, арзан 300 теңгелік, 100 теңгелік деп тұр мына жерде. 500 теңгелік, яғни бұл жерде нарықтағы бағадан 3-4 есе, 5 еседе арзан тауарлар бар. Кез келген бір тауарды ала салайық, мысалы төмен қарай тартайын. Мысалы мына сумканы көре салайық. Яғни фотомен іздеп, тауардың атауымен іздегеннен кейін, яғни тауар шығады. Сол тауарды сіз қызыққаныңызды басқаннан кейін, яғни осы тауарды сататын зауыттың сайтына көшеміз. Яғни бұл зауыттың сайты, бұл зауыт тек қана бір түрлі сөмке емес, көп сөмке, сөмкенің түрі көп болады. Яғни сіз бір зауытпен жұмыс жасай бересіз. Тілін ауыстыру керек, яғни біз тілін ауыстырамыз қазақша тілге. Қарап отырсаңыздар, міне тіл ауысты, ешқандай түсінбейтін ештеңесі жоқ. Қазір спот дейміз. Қазақ тіліне ауыстырамыз. 1688 ол оптым болғандықтан сіздің ауылыңызға көлеміне байланысты бағасы әртүрлі. Қарап отырсаңыз, егер де сіз 23-тің ішінде алатын болсаңыз, 3-23, 15 ұят. 20-дан жоғары болса 14 ұят. Және де көп болса 13 ұят. Тіпті сіз 1000-дап алатын болсаңыз, тікелей зауытпен қарап отырсаңыз, жоғарыдан уечат нөмір тұр, уечатын қосып, және де бағасын түсіруге болады. Мына сумкалардың бағасы небәрі 15 ұят. 15 ұят қазіргі 1000 теңгеге жетпейтін ақша. Яғни мұндай сумканы 1000 теңге жетпейтін алуға болады. Бұл жерде пікірлері болады, және де сатылым болады, ішкі доставкалар болады. Әрине бұлардың бәрі біздің топтай көрсетімізде айтылатын болады. Уақыт бізде шектеулі, соған байланысты сіздерге қысқадан нұсқа айта кетсем. Әрине заказ бергенде өзіміздің бұл жерде заказ беру формасы бар. Сондықтан сізде де, бізде де жылдам жұмыс жасалады. Мысалы, сіз мына сумкадан, яғни мына цветін таңдауларыңызға болады, кез келген, яғни міне. Мысалы, мына цветтен 500-тік аламыз. 500-тік. Мұның кейін арғай жоғарыдағы сілтемесін WhatsApp-қа жіберу арқылы, және де осы қанша 3-тік алғаныңызды жіберу арқылы бізбен бірге жұмыс жасай аласыз. Және де енді тек қана сіз осыдан басқа да тауарларды яғни осы зауыттың тауарларын көргіңіз келсе, яғни бұл зауытқа кіреміз біз. Бұл зауыт, яғни қанша жыл жұмыс жасап жатқандығын, зауыттың сенімділігін анықтауға болады барлығы. Сенімді зауытпен және де бізге пайдалы әкелетін жұмыс жасалады. Ешқандай қиындығы жоқ. Жақсы, сау саламат болыңыздар. Бүгінгі 1688-ге байланысты ақпаратымыз аяқталды. Тағы да келесі осы каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Тағы да қызықты, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Егер де осы Қытай мен бизнес, онлайн бизнес сіздерге қызық болатын болса, толықтай ақпарат алғыларыңыз келсе, WhatsApp-қа жазсаңыздар болады.